жүрем, бақ табам. Отаным менің Қазақстан, қарызбын саған әрқашан. Азаматтық борышты өтеуге мәңгі талпынам. Отаным менің Қазақстан, атынан сенің айналам. Басиет саған өтемін, жасай бер, жаса Қазақстан. Намысын бермеген, жасқанып көрмеген, алашқа арқамды сүйедім. Қылышын сермеген, биікке өрлеген, арайлы артанды сүйемін. Қазағым ең басты байлығым, жасай бер асқақта айбыным. Құрметті отан қорғаушылар, сіздерді 7 мамыр Қазақстанның қарулы күштерінің құрылу күнімен құттықтаймын. Бар өмірін әскери іске арнап, елін жерін қорғап, өз қызметін мінсіз атқарып жүрген жауынгерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Әр қашанда аспанымыз ашық болып, еліміздің тыныштығы бұзылмасын. Еліміз жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз, жаралған ардан Мен қазақпын, ұланымын елімін. Мен қазақпын, тірегімін жерімін. Ұланымын туын көкке көтерер, болашаққа алға бастап жетелер. Қиындығын қазағымның әрқашан, қайыспайтын қара нардай көтерер. мекенім Қазақстан. Мен Алматы облысы, Алакөл ауданы, Шаран қаласы, Шаран қазақ гимназиясының 4-ші А сынып оқушысы Нұрланұлы Бесұлтанмын. Сынып жетекшім Оқапова Айсұлу Жеңісқызы. Мен барша қазақстандық ер азаматтарды 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, шекарамыз берік болсын. Мына өлең жолдарын сіздерге ұсынамын. Отаным менің Қазақстан. Отаным менің Қазақстан. Мәңгілік сенімен мақтанам. Саяңда жүрсем әрдайым, күлімдеп жүрем бақтабам. Отаным менің Қазақстан. Қарызбын саған әрқашан. Азаматтық парызды өтеуге мәңгі талпынам. Отаным менің Қазақстан. Атыңнан сенің айналам. Бас иіп саған өтемін. Жасай бер жаса Қазақстан.